Аялым, давай екеуміз тауға лагерьге барайық та? Давай. Бірақ ата-анамыз бізге қыздарды тастап кетті ғой. Оларды не істейміз? Давай оларға күтушіді жалдаймыз. Давай, кеттік онда объявление жазамыз. Досым, екеуміз қашан PlayStation сатып аламыз? Білмеймін, о бәле бірақ жаман қымбат тұрады ғой. Тем более үйдегілерді әпермеймін деп. Өзімізде болса ғой, әр жерге сандалып жүрмейтін едік. Болмаса давай екеуміз ақша тауып жұмыс істеп көрейік. Сөйтіп PlayStation сатып алайық. Бірақ бізге қандай жұмыс? Біз кішкентаймыз ғой. Интернеттен көрейік та. Привет, қыздар. Біздің сендерге күшті ұсынысымыз бар. Қандай ұсыныс ол? Біз сендерді Айзере әпкелерің екеуміз тауға демалуға кетеміз. Сендерді күтушіге қалдырамыз. Қандай күтуші? Мама сендерге бізге қара деп айтып еді ғой. Уже поздно, бізге уже бір няня келіп қойды. Мен сендерді мамаға айтып берем. Сәлем қыздар, мен сендердің жаңа күтушілермін. Қайдағы күтуші? Ол бізбен жасты ғой. Ой, девчонки, прекратите, посмотрим, насколько они нас вытерпят. Ой, Арайлым, сен осы неге орысша сөйлейсің? Біз екеуміз қазақша сөйлейміз, сен неге орысша сөйлейсің? Ой, сама не знаю. Күтуші апай, қазір не істейміз? Қазір сыртқа барып ойнап келеміз, жүріңдер. Болып кете береміз ба енді? Жоқ, кешке шейін күтейік, көрейік. Қаншаға шейін шыдайды екен. Звондадың ба? Звондадым. Алмаймыз дейді ғой. Не үшін 2 сағат бойы сөйлестің ғой? Кішкентайсыңдар, мені түсінбеді ғой. Қоя сен, мен басқа жұмыс көріп қойдым. Қандай жұмыс ол? Короче, бір үйдің 3 қыз бар екен, соған қарайтын няня керек. Барып көреміз да. Барсақ барып, бірақ адресін білесің ба? Білеміз ғой. Ой, қыздар, неғып кетіп қала бересіңдер? Арттарына жете алмай жатырмын ғой. Той, далада ішіміз пісіп кетті. Еще жарко. Қарнымыз ашты. Жарайды, онда мен қазір дүкенге барып заттар алып келейін. Нам нравится домашняя еда. Бізге анамыз рұқсат етпейді сырттан тамақ жеуге. Тамақ істеуімізге тура келді. Қыздар, мен бірақ тамақ істеуді білмеймін ғой. Давайте мен сендерге кафеден дайын тамақты алып келейін. Сама істер. Біз қазір әпкемізге қоңырау шалып, күтушіні ауыстырамыз. Звондай берейін ба? Жарайды, қандай тамақ жейсіңдер, айтыңдаршы. Я хочу день салмен. Сен осы бар ғой, орысша ғана сөйлемей, орысша тамақта жейсің ба? Оданша тішпара жейік. Қойыңдаршы, одан да плов жейік та, жемегелі көп болды. Қыздар, бір тамақты айтыңдаршы, мен бір-ақ тамақты істей аламын. И то жұмыртқа қуыру. Тогда ты уволена. Әпкемізге қоңырау шалшы тезірек. Қалай ойлайсың, күтуші шыдай ма? Шыдайтын шығар, жаңа ғой келген. Білмеймін, что-то күмәнім бар. 30 минуттан кейін кеп қалады-ау. Ну, я не знаю, посмотрим. Саламатсыздар ма? Біз хабарлану бойынша кеп тұрмыз. Интернетке жазып қойыпсыздар. Күтуші керек деп, соған кеп тұрғанбыз. Неге тоқтаңыздар деді, күтуші бар ғой бізде. Қайдан білесің, может, кешке шейін шыдамайтын шығар? Қыздар, сендер мені шаршаттыңдар, неғып қашып кете бересіңдер? Той, үйде ішіміз пісіп кетті. Неменесіңдер? Далаға шықсаңдар да үйге кірсеңдер де іштерің пыса береді. Мы же тебя увольняли, так что нам не приказывай. Біз өзіміз білеміз, кете берсеңші. Сендер мені жұмыстан шығаратын кімсіңдер? Әпкелерін айтпағанша жұмыстан шықпаймын. Онда дәл қазір әпкемізге барып айтып береміз. Ой, мен кеттім, үйге шаршадым. Онда біз кеттік, әпшемізге айтып береміз. Кеттік. Қыздар, тоқтаңдар. Досым, жақсы болды, қазір PlayStation аламыз, жұмысқа кіріп кетті. Қазір жұмысқа алдайтын болсам, мен онда үйде барып жұмыс жасаймын, ұйқымды қандырып келейік. Давай. Тоқташы. Мен сені көршім күтсе бізге бірге барам. 5 минут дегендер неғып кетті, жарты сағат болып кетті ғой. Çoban болсын, қалайсың? Жақсы ғой, неғып жоқ болып кетті да. Кесі шай бітпес. Ұйықтап қаптым. Çoban ана үйге барамыз да? Барамыз ғой, сол үшін жиналдық, кетіп жүріп.
Не қылды? Бұл үлкен жауапкершілік қой. Қыздарға біз қарай аламыз ба? PlayStation алғың келе ма? Иә. Сөйлей берме, жүрші онда. Аялым айттым ғой саған қытышы қыздарға жақсы қарайды деп. Білмеймін, менің күмәнім бар. Осы тыныштыққа қорқып жатырмын. Әпке, біз анау күтушіні вообще уволили. Еще ол тіпті бізге де қарай алмайды. Тіпті плов та істей алмайды. Айттым ғой саған Айзере, бір нәрсе дұрыс емес деп. Енді не істейміз? Күтушіні табу керек қой, ертең азанда тауға барамыз ғой. Кешегі екі бала ше, соған звондайық та. Әпке, бізге ешқандай күтуші керек емес. Арайлым өзі ақ қарайды. Тіпті біз оларды тыңдамаймыз. Көреміз, аялым звондаш күтушілерге. Досым, кірмей-ақ қойыршы. PlayStation не керегі бар? Үйіңде қарындастарыңа да қарайсың ғой, Бұл кішкентай қыздар қараудың дым қиындығы жоқ қой. Ол енді басқа әңгіме ғой. Сен менің досымсың ба? Иә. Сөйлей бермей кеттік онда. Қыздар, мамаға үш нәрсе айтпаңдаршы. Любое желание айта беріңіз. Какие еще желания? Вы что, нам взятки предлагаете? Любой арманымыз орындаймыз деді ғой, да кетсеңіз. Олар не айтып жатыр? Білмеймін, жота қорқа бастадым. Біздің бір арманымыз бар. Арайлым айт. Біз де тауға барамыз. Әні, айттым саған, бекер арман дедім. Жоқ, болмайды. Онда біз дәл қазір мамамызға звондаймыз да айтып береміз. Аялым күтушілер қашан келеді, бізге уже тауға бару керек. Қазір кеп қаламыз деп жазған. Санасын ама. Біз кеше хабарландыру бойынша келген едік. Успели, кеттік. Кете берсе бір. Наконец-то успели, кеттік. 1-2-3. Наконец-то успели, кеттік. Жігіттер, осы қыздарға қалған телефонмен түсіндірем. Мы же ведь не договорились, қандай күтуші? Той, қандай күтуші? Тым болмаса қыз күтушіміз ғой. 1-2-3. Қандай күтушіні алар? Тым болмаса қыз емес па? Бұлардың да сазайын береміз ғой, көресіңдер. Досым, кеттік, іске кірісейік. Тауы келді, кеттік. Аға, менің қарным ашты. Аға, тұрмай жатыр. Менде бір идея бар. Айзере, қыздарды бекер тастап кеттік ау. Енді қыздарды тастамаған соң, біз енді тауға бара алмаймыз ғой. Білмеймін, ішім бір жамандықты сезіп тұр. Мама біліп қойсашы. Мама еш нәрсе білмейді. Той, Арайлым, біздің ішіміз пісіп кетті. Енді маған не дейсің? Бізді ойнатшы. Бар күтушілерге баршы. Той. Қыздар бірдеңе білдіріп жатыр. Білдірмей жатып, мен барып көрейін. 1-2-3. Қыздар бірдеңе білдірмей жатыр, барайын. Аға, шөлдеген шығарсыз ойсыңыз. Қандай ақылдыңыз? Қай жердісің мынау? Не таздан? Я, бері кел. Ой, дура, так и знала. Бірдеңе білдіретін. Сен ба мынаны сызған? Қайсысы? Көрмей тұрма, мына мұртты. Оны сіздікі деп ойлап қалдым ғой. Көрініп тұр ғой маркер екен. Кім сызды мойында тез? Айтсам ұрыспайсыз ба? Жоқ, ұрыспайым. Мен. Бергеле. Алмайды. Айзере, үйге қайтайықшы. Енді тауға енді келдік қой. Мен қорқып жатырмын. Жүр тауға шығамыз. Әсет, Не қылды? айттым мен саған, бұл үйге кеме қою керек етті. Еще қыздар да бұзық қой. Қуасың ба? Келіп баған жағына ғой. Әлі біз 1 апта шыдауымыз керек. Шыдай алмаймын. 1 сағаттың өзіне шыдай алмаймын.
әлі PlayStation бір апта шыдаймыз да болды, PlayStation алып кетеміз болды. Онда ана қыздар жөнге салу керек қой. Онда менде бір ой бар. Кеттік па? Кеттік. Қыздар. Не бүлдірді аналар.